İbrahim пайғамбар болды, дұрыс па? İbrahim пайғамбар. İbrahim пайғамбардан екі бала өмірге келді. Біреуі Исмаил, бірінші баласы. Ол кімнен келді өмірге? Ажар анамыздан келді. Исмаил Меккеде өмір сүрді, Қағбаны әкесі екеуі салған. Мына жақта Исхақ деген Сара анамыздан туылды. Бұл Палестинада, екеуі де Палестинада туылды. Бірақ Исхақ Палестинада қалды өмір сүріп. Исмаил Меккеде қалды өмір сүріп. Исхақтан кім туылды өмірде? Яқуб туылды. Яқуб деген Исраил деген осы кісі. Яқубтың шын аты Исраил, қажекелер. Иср деген құл деген, ил деген Алла деген. Алланың құлы деген, Абдулла деген сияқты ғой. Яқубтан кім туды? Юсуф туды, қажекелер. Сұлулықтың символы. Юсуф Мысырда болды, қажекелер. Бәну Исраил қаққа көшті? Мысырға көшті. Ол жерде Мұса келді, Харун келді, Юша ибн Нун келді, Зулкифл келді, Айюб келді, анау келді, мынау келді, дың. Пайғамбарлар бірінен соң бірі шығып жатыр. Соңында Закария, Яхия, Иса келді ғой. Бәрі кімнен? Бәну Исраилден. Исхақтың балаларынан. Мына жақтан ешкім жоқ әлі. Қайдар келді, Аднан келді, Құрайш келді, Хашим келді, Құсай келді, анау келді. Ешкім жоқ әлі. Бірақ ешқайсы пайғамбар емес да. Тып-тыныш. Сөйтті де Алла тағала тағдырды өзгертті де мына жақтан шығуын қалады ғой. Соңғы пайғамбарды банқ еткізіп Исмаилдің ұрпағынан шығарды ғой. Сол кезде Исхақтың ұрпағы оны істей алмай қалды, көтере алмай қалды. Көтере алған жоқ, көре алған жоқ, тәкаппарланды. Мүмкін емес деді, Алла тағала қателесті деді. Негізінде ол аяқтан келе жатқан, бізден келе жатқан. Пайғамбарлық ол мирас емес, қажекелер. Пайғамбарлық ол атасы күшті екен, пайғамбар жоқ, Нұқтан кәпір туған. Түсінікті ма? Нұх алейхиссалам пайғамбар ғой. Оның баласы пайғамбар болуға, мұсылман болуға лайықты ма? Бірақ кәпір туылған. Қажекелер, пайғамбарлық бұл кәсіп емес, атадан балаға өтетін. Бұл бір мансабың жоғарылаған кезде, ақшан көбейген кезде, авторитетің үлкейген кезде берілетін бір мансап емес ол пайғамбарлық. Хибатун миналла, бұл Алланың қалаған пендесіне беретін сыйлығы. Көрдіңіз ба? Сол сыйлықты банқ еткізіп Құрайштың ұрпағынан, Хашимнің ұрпағынан шығарды ғой. Исмаил. Сол кезде аналар не деп жүреді күнде? Ертең соңғы пайғамбар шығады деп жүрді ма? Бізден келеді ертең көресіңдер деп жүрген кісілер ғой. Арабтан шығып еді, не деді? Өмір бақиға сарсып өтеміз деді ғой. Бұл біздің кітаптағы келген Ахмад деді. Мынау соңғы пайғамбар деді. Бірақ бізден шықпағандығы үшін өмір бақиға сарсамыз деді ғой. Керек па? Сол сеніммен қиямет күніне дейін өмір сүреді олар. Әлі сол сенімде, солай өмір сүреді.